Hey, ассалаумалейкум достар, сіздермен мен Беккюбро арнасына қош келдіңіздер. Бүгін бізде Технобро рубрикасы және де жалпы достар, білесіздер, кез келген геймерге, киберспортшы немесе контент-мейкер болсын, оның ПК-дағы басты рөлдегі ол әрине видео карта болып келеді. Және де жылдан жылға ПК ойындарының жалпы бағдарламалардың сұраныстары да көбейіп, комфортты ойын ойнап немесе жұмыс жасау үшін жақсы өнімділікпен жаңа технологияларды талап етеді. Қазіргі таңда осы талаптарға сай Nvidia-ның RTX видео карталары болып келеді. Жақында ғана оның супер жаңа линейкасы пайда болып, ол бұрынғыдан жылдамырақ, өнімділірек, қуаттырақ бола тұра, бағасы мен энергоэффективтілік жағынан бұрынғы модельдер сияқты болып қалғанын білесіздер ме? Сөйтіп, бүгінгі Технобро рубрикамызда жай ғана супер линейкасының жаңа видео картасы ғана емес, сонымен қатар бұл бізде Gigabyte компаниясының мықты видеокартасы, яғни GeForce RTX 4080 Super Aorus Master видеокартасы. Қарсы алыңыздар. Сонымен қатар бұдан бұрынғы Технобро рубрикасында 520 алмазды мына бала атып барлықтарымыз құттықтаймыз. Бүгінде 520 алмаз ойнатамыз, сондықтан видеоны мұқият басына соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпа. Ең алдымен видеокартаның комплектациясымен тездетіп танысып кетейік. Мынандай конверт, оның ішінде ресми гарантия мен гайд документацияларын табамыз. Онымен қоса 16 пиндік питанияға арналған разветвительді көреміз. Aorus'тың фирмалық значогын табамыз. Коробкада комплектте осындай тіреуіштерді таба аламыз. Ол үшін Гигабайтқа үлкен респект. Видеокарта шынымен де дәу. Бұлай қарасаң, менің екі басым сияқты. Жақынырақ танысайық. Айтып кеткенде, видеокарта кішкентай емес, оның ұзындығы 35-7 см. Сіздің ПК-ңызда 3 слоттың орнын алуы тиіс. Сондықтан бұл видеокартаны таңдамай тұрып, сіздің корпусыңызда орын бар екенін нақты ұғып алыңыз. Разъем жағынан бұнда бір HDMI және 3 дисплей порт бар. Питания қосқышы 16 пиндік, ал қосу интерфейсі PCI Express 4.0 болып келеді. Ал енді Aorus'тың сыртқы дизайны әдеттегідей жоғарғы деңгейде әдемі вставкалар, агрессивті түрі бар, және де фирмалық логотипі мен және де басқалардың бұл видеокартаның ерекшелігі оның кішкентай LCD дисплей болып келеді. Онда Aorus брендінің талисманын көре аласыздар, және ол түрлі анимацияларды көрсете алады. Ол видеокартаның жұмыс жасау режиміне байланысты болады, және де сонымен қатар ол видеокартаның температурасын көрсету де біледі. Ал енді бұл видеокарта сіздің ПК-ңызға қойған кезде RGB подсветкасымен қоса вентиляторлардың шамдарымен бірге видеокарта нағыз геймерлерге арналғанын және өте жарқын болып келеді. Ал енді видеокартаның техникалық сипаттамаларына келетін болсақ, бұнда енді әдеттегідей бәрі керемет. Видеокарта ядросы жаңа архитектура, яғни AD Lovelace'та жасалған, GDDR6X типті 16 гигабайт жады көлемі мен 256 бит шина разрядымен видео жады жиілігі 23.000 мегагерцті құрап, ал видеопроцессор жиілігі 2625 мегагерцті құрайды. Ал енді сіздің блок питанияңыздың минималды қуаттылығы 850 ваттан кем болмауы тиіс. Оның ішінде видеокарта өзіне ғана 320 ватты талап етеді. Әрине нақты цифрлар мен энергоэффективтілігін біз оны синтетикалық тесттен ғана көре аламыз, сондықтан тездетіп тексеріп көрейік. Ол үшін біз RTX 4080 Super Aorus Master видеокартасын Furmark бағдарламасында тесттен өткіздік. Сөйтіп, RTX 4080 супер видеокартасы ұзақ уақыт бойы 99%-ға жүктеліп, GPU clock 2400 МГц көрсетсе, memory clock'ы 1437 МГц, ал максималды температурасы 61,6 градус Цельсийден асқан емес. Және де бұның бәріне тек 280 ватт энергия қажет етті. Және де тест кезінде максималды нагрузкада ешқандай баг немесе тротлингта байқалмады. Ал енді әдемі ойластырылған WindForce салқындату жүйесі, уникалды активті вентиляторлар, дұрыс форм-факторлы радиатор мен металдан жасалған бэкплейт видеокартаның қызуына жол бермей, вентиляторлардың айналып салқындату кезінде ешқандай шум, яғни қатты дыбыс та естілмеді. Жалпы мен үшін нәтижесі мынандай. Синтетикамен бәрі түсінікті болса, ал енді бұл видеокарта топ ойындарда өзін қалай көрсете алады екен?
көрейік. Біріншіден біз видеокартада 2 ажыратылымдықта және максималды параметрлерде Hogwarts Legacy ойынында ойнап көрген болатымыз. Бұнда Nvidia-ның жаңа технологиялары, яғни RTX DLSS-ті да тексеріп көрдік. Ойын көріп тұрғандай комфортты кадр жиілігімен ойналып, бұл видеокартаның арқасында әдемі графикалық картинаны бере алады. Әр қарай біз Nvidia-ның DLSS технологиясын тексерген болатымыз, және бұнда әрине Cyberpunk 2077 ойынында бізде дәл солай максималды параметрларда және ультра настройкалармен 2К ажыратылымдылықта тесттен өткіздік. Және бұнда көріп тұрғандай DLSS технологиясы қосылған кездегі және қосылмаған кездегі айырмашылықты қазір экранда көріп отырсыздар. Және де әрине бұл видеокартамен Nvidia Reflex технологиясында тексергім келіп кетті. Ол үшін біз Overwatch 2 ойынында барынша қызу баталияларда, яғни бәсекелестік ойындарда, яғни рефлекстің арқасында барынша тегіз геймплей және сіздің құрылғыларыңыз бен девайстарыңыздың ойындағы задержкасын барынша азайтып, сізге тез көздеп дөп атуға және сіздің қарсыластарыңыздың алдында бір қадам алдыда болуға көмегін тигізеді. Яғни бұнда да Aorus RTX 4080 супер видеокартасы өзін жоғарғы деңгейде көрсетіп, бәсекелестік ойындарды ойнауға ыңғайлы әрі комфортты сезіндіреді. Ал енді сіздер бұндай RTX 4080 супер топ видеокартасы тек қана гейминг пен киберспортшыларға ғана пайдасы болады деп ойласаңыздар, сіздер қателесесіздер. Өйткені бұл видеокарта жалпы контент мейкерлер мен шығармашылық адамдарға да өз септігін тигізеді. Яғни бұл видеокарта кез келген шығармашылық адамдар немесе 3D рендеринг пен архитектура, дизайн мен, яғни программирование болсын, жалпы жасанды интеллектпен жұмысты, монтаж, рендеринг сияқты жұмыстармен айналысатын адамдарға жақсы көмекші бола алады. Жалпы менің өзімнің көзім оған жетеді, өйткені менде жаңағындай контентті жасаған кезде монтаж, рендеринг немесе жалпы Adobe Photoshop'та, DaVinci Resolve сияқты бағдарламада жұмыс жасаған кезде өте үлкен көмегін тигізеді. Сонымен қатар менің стример ретінде мен үшін топ видеокарта қажет, өйткені оларда стрим сервистарға арналған жаңа кодировщиктер бар және оларды қолданып өз трансляцияларымды жаңа деңгейге шығаруға мүмкіндік аламын. Бір видеода бұл видеокартаның бар жетістіктері немесе жақсы жақтарын айтып үлгеру әрине қиын. Бірақ та жоғарыда айтып кеткеннің енді қорытындысын қорыта келсек, оның шынымен де әдемі, ерекше геймерлік дизайны болып келеді. Бұнда видеокартамен кез келген топ мықты геймерлік сборкаларды жинауға да әдемі кетеді. Екіншіден, оның үлкен жады көлемі, яғни кез келген топ ойындарды комфортты ойнап немесе кез келген ресурсты бағдарламаны максималды өнімділікпен жұмыс жасауға. Үшіншіден, бұл видеокартада Nvidia-ның және де жалпы жаңа технологиялардың барлығы қолданғаны үлкен плюс. Төртіншіден, оның бағасы мен энергоэффективтілігі бұрынғы 4080 моделімен айырмашылығы жоқ. Яғни сіздер бұл бағаға бұдан да жылдам, өнімді әрі қуатты технология жағынан жаңа құрал аласыздар. Және соңында бұл әрине бренд. Aorus брендін бұл біріншіден жақсы сборканың кепілі, ыңғайлы әрі пайдалы софттың бары және ресми оның гарантиясы дейді ғой. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Бұл видеокартаның өзіңізге ұнаған жақтарын жазып кетіңіздер де қасына ойын ID қалдырсаңыздар, мен келесі Технопро рубрикасында сіздердің араларыңыздан тағы бір адамды таңдап, сол адамға 520 алмаз беретін боламын достар. Барлықтарыңызға, назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі Технопрода кездескенше. Пока.